Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сосиска в тесте жасаймыз. Сүтіміз бен суымызды газға қойып жылытып аламыз. Үлкенірек ыдыс алып, соған құйып, үстінен біраз қасық майонезді, сұйық майымызды, жұмыртқамызды қосамыз. Üstüne tuz, şeker, қопсытқыш, ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз шекері ерігенше. Араласқан сұйық массамыздың үстіне ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған қамырымыздың үстінен кішкене ғана сұйық май құйып жіберіп, жақсылап тағы да бір-екі рет басып жібереміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, бір келгі әдемі болып шығады. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Екі есе көтерілген қамырымызды қайтарып, бөліктерге бөлеміз. Оны жақсылап домалықтап бетін жауып қоямыз. Сіздерге видеода екі ерекше әдісін көрсетейін. Бірінші әдісі қамырымызды сопақша етіп жайып, шет-шетін бірдей етіп кесеміз. Ортасына сосискамызды қойып, сосискамызды құшақтатамыз біртіндеп, кезек-кезек. Сосискамызды толығымен ораймыз. Екі шетіне сушидің ағашын қойып, сушидің ағашына дейін кесеміз. Сосын екі жағынан біріктіреміз. Домалақ әдемі болып шығады. Бетіне жұмыртқамызды жағып, алдын ала қыздырылған пешке 20 минуттай пісіріп аламыз қызарғанша. Аз болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Жұмсақ, әп-әдемі болып шығады. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.